Қайырлы күн, құрметті оқырман қауым. Ахмет Қуанұлы Жұбанов қазақ музыкасын зерттеуші, көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер, қазақтың халық артисі, өнертану ғылымының докторы, профессор, академик. Ахмет Жұбанов композитор ретінде бағындырған биіктерінің бірі опера жанры. Латиф Хамидимен бірігіп жазған Абай операсы қазақ жазба әдебиетінің кемеңгері, Абайдың тереңдігі мен асқақтығы мен ұштасып жатқан туынды. Абайдың туған халқына деген сүйіспеншілігі опера музыкасында терең табиғи үндестік тапқан. Құрманғазы радио операсы операның жаңа бір жанрлық түрінің көрінісі. Өкінішке орай, Ахмет Қуанұлы арманның ақырына дейін орындай алмай кетті. Бұл операны соңғы нүктесін қойған және аспаптық, концерттік және сахналық нұсқаны жазған оның қызы, көрнекті композитор Ғазиза Ахметқызы Жұбанова. Ол әкесі